Алла тағала Тәубе сүресінің 36 аятында расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12, бұлардың төртеуі құрметті айлар, міне осы беріктін деген. Режеп, Шағбан, Рамазан барша мұсылман әлемінде қасиетті айларға жатады. Бұл қасиетті күндер мен түндер біздің тәубе истихфар жасауымызға зор мүмкіндік беретін сәттер. Мұсылмандардың күнәларынан арылып, жақсылық пен әсемдікке шынайы және тікелей жол тартуына зор мүмкіндік. Адам ешбір дәнекерсіз өз жан дүниесімен ұлы жаратушыға жалбарынып, Алланы еске алып тәубе истихфар ететін кез. 3 айдың қасиетті болуы Рағайып пен Миғраж түнінің Режеп айына, Бәррат түнінің Шағбан айына, Қадыр түнінің Рамазан айына тура келуіне тікелей байланысты. Бұл жайлы қасиетті Құран кәрім аяттары мен пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өмірі мен мүбәрәк сүннеттерінен мол мәлімет алуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айымен қатар Режеп, Шағбан айларында да ауыз бекіткен. Режеп айы кіргенде, Раббым Режеп пен Шағбан айларын берекелі қыла көр, бізді Рамазанға аман есен жеткізе көр деп дұға тілейтін. Аллах елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ей иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді, мүмкін тақуалық етерсіңдер деген. Қасиетті 3 ай Режеп айымен басталады. Икрима ибн Аббастан руаят етілген хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: Режеп Алланың айы, Шағбан менің айым, ал Рамазан үмметімнің айы деген. Аннас ибн Мәліктен радиаллаху риуаят етілген осы хадистің жалғасында: ей Расулулла, Режеп айының Шахруллах деп аталуының себебі не деп сұрады. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: Режеп Алла тағаланың күнәларды кешіретін айы, Алла тағала құзырында сүйікті ай. Бұл айда ұрыс жанжал, қантөгіс тоқтатылған. Бұл айда Алла тағала әнбиялардың, яғни пайғамбарлардың тәубелерін қабыл етіп, әулиелерді дұшпандарынан қорғаған. Бір кісі Режеп айын ораза ұстап өткізсе, Алла тағаланың 3 жақсылығына ие болады. Бірінші, өткен күнәларын кешіреді. Екінші, қалған өмірінде түрлі теріс қылықтардан сақтайды. Үшінші, қиямет күні Алла тағала тарапынан сусындалады деп жауап берді. Сол мезетте қарт кісі орнынан тұрып: «Иә Алла елшісі, мен Режеп айының барлығында ораза ұстауға әлсізбін» деп сұрағанда, оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Режеп айының басында, ортасында, аяғында ораза ұстасаң, Режеп айының барлық күндерінде ораза ұстағандай сауапқа ие боласың. Өйткені бір жақсылық 10 есеге еселенеді деген. Мысырлық Зүннуни былай дейді: Режеп айы дәнді егу айы, Шағбан айы егінді суғару айы, ал Рамазан айы егінді ору айы, қырман айы. Егілген егіннің жеміс бергені секілді, әрбір жақсы істің нәтижесі де болады. Сол себепті бұл айда ораза тұтып, көбірек намаз оқып, рухани амал жасау керек. Осы айдың құрметі үшін біздер де арамыздағы дұшпандық, алауыздықтан арылып, кешірімді болуға тырысуымыз қажет. Өйткені бұл Шахруллах, яғни Алла тағаланың айы болған Режеп айы. Қайыр, ихсан, садақа жасап, мұқтаждардың қажетін өтеп, көмектесіп, Алла тағаланың сый құрметіне лайық болуға тырысайық. Шағбан айындағы ораза тұтудың артықшылығы жайлы қасиетті айлардағы сауапты амал турасында Айша анамыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Шағбан айындағы секілді көп ораза тұтқандығын көрмедім дейді. Айша радиаллаху Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Рамазанға дейін Шағбан айын толықтай оразамен өткізетін. Сонда мен: «Ва Расулалла, Шағбан сіз үшін айлардың ең сүйіктісі ме? Сол үшін ораза тұтасыз ба?» деп сұрадым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Иә, бір жыл ішінде бақилық болатындардың тізімі осы айда жазылады. Сондықтан да менің де ажалымның құлшылық үстінде жетуін қалаймын» деген. Шағбан айының маңыздылығы туралы Аннас радиаллаху былай дейді: Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам Рамазаннан кейін қандай ораза маңызды деп сұралғанда, ол Рамазанға құрмет ретінде Шағбан айы,
Қай садақа абзал дегенде, Рамазан айында берілген садақа деп жауап берді. Рамазан айы. Имам әл-Маннауи бұл хадистің мағынасына қатысты, Рамазанның бастапқы бөлігінде Аллах тағала ораза ұстаған пенделеріне мол рахметін нәсіп етіп берекесін ағыл-тегіл жаудырады. Ортаңғы бөлігінде ауыз бекіткендердің күнәларын кешіріп, соңғы бөлігінде, яғни 3-10 күндіктің соңғы түнінде тозаққа лайық болған ораза ұстаған сансыз көп пенделерін тозақ отынан азат етеді деген. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде, Хақ тағала Рамазанның әр күнінде ауызашар сәтінде тозаққа лайық болған мыңдаған пендесін тозақтан азат етсе, Рамазанның соңғы күні тозақтан Рамазан бойы азат еткендей санын азат етеді деген. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам тағы былай дейді: кімде-кім Рамазан айында Аллахтың сауабынан үміт етіп және иман келтіріп ораза тұтатын болса, оның өткен күнәлары кешіріледі. Хақ тағала Рамазан айында пенделеріне ауыз бекітуді, намаз оқуды, жаман қылық қайбат сөзден тыйылуды бұйырды. Осының барлығы ізгілікке жатады. Ал ізгі амал пенденің күнәсі кешіріліп, дәрежесі көтерілуіне септеген тиістері сөзсіз. Демек, Алла тағала бір істі бұйырғаны, пендесін жарылқағаны. Сондықтан да бұл мүбәрәк айларда Алла тағалаға шүкіршілік етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуымыз керек. Өйткені жүректегі Алланы еске алғанда ғана жай табады. Ал дұғалар сәлем жолдау арқылы қабыл болады. Ұлы Раббымыз Режеп пен Шағбан айларын мүбәрәк етіп, Рамазанға амандықпен жетуімізді баршамызға нәсіп етсін. سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.